Саламатсыздар ме? Қазір біз компот жабамыз. Бізге компотқа жабу үшін алма, шие және шекер керек. Банкымызды стерилизовать етіп болғаннан кейін банкіге туралған алма мен шиені бөліп саламыз да үстіне су қоямыз. Осылай суымызды қойып 15 минутте қоямыз. 15 минуттен кейін компотымызды қайтадан кастрөлге қоямыз да, менде 2 литрлік банка болғандықтан 150 граммдық шекер саламын. Жақсылап қайнатып аламыз. Міне компоттың қайнап жатыр су, енді осы банкіге қоямыз. Міне біздің компотымызды дайын болды. Менің қазақша каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.